бір сағаттың ішінде мен сізге трейдингті нөлден бастап түсіндіріп беремін. Осы бір сағаттың ішінде трейдинг дегеніміз не? Бұл сала қалай жұмыс жасайды? Бұл салаларда қандай біз платформалармен жұмыс жасаймыз? Stop loss, take profit дегеніміз не? Және де ең маңыздысы риск менеджмент пен психологияны толықтай түсіндіріп беретін боламын. Есімім Ажихан, жасым 23-те. Қазіргі таңда трейдингпен айналысып жүргеніме где-то 4 жылдай болып қалды. Сенбесеңіз, дәл қазір YouTube-ма өтіп, менің ең алғашқы видеоларымды көрсеңіз болады. Мен оларды әлі өшірген жоқпын. Сондықтан қазіргі таңда трейдингтегі нәтижелерім осылар. Енді қазір бұндай форматтағы видео Қазақстанның YouTube-ында жоқ. Мен сізге ровно бір сағаттың ішінде осы саланы полностью түсіндіріп беретін боламын. Сондықтан егер дәл қазір сіз бұл видеоны көруге дайын болмасаңыз, немесе қолыңыз бос болмайтын болса, лучше сохранить етіп қоя салыңыз. Қолыңыз бос кезінде дәптер ручка алып алып, басынан соңына дейін көріңіз. Себебі бұл курста, бұл сабақтар Қазақстанда қымбат бағада сатылып жатыр. Ал мен сізге қазір барлығын тегін көрсетіп беретін боламын. Қазір менде осындай презентация, жалпы трейдинг курс нөлден, авторы өзім Ажихан Тұрсынбаев. Қазір осы презентацияға өтіп, сызып отырып, барлығын жеке-жеке отырып талдайтын боламыз. Әрине де ең бірінші бұл базалық сабақ болғандықтан трейдинг дегеніміз не дейтін осы жерден бастасақ. Жалпы қазір трейдинг дегеніміз қаржы нарығындағы активті сатып алу, қымбатқа сату немесе қымбатта сатып, арзанда жабу арқылы пайда табу. Енді өздеріңіз білетін шығарсыздар, уже барлығы айтып жатыр трейдинг аламыз, сатамыз деп. Мен сіздерге қазір ешкім айтпаған тағы да бір-екі фишкаларын айтамын. Жалпы трейдингтің екі түрі бар. Астына жазып қойғандай спотты сауда и бізде контракт, SFD арқылы сауда. Спотты сауда активтің өзін сатып алып, еленесіз акция крипто. То есть алып сату деп тұрмыз, алып сатуда жұмыс логика қалай жұмыс жасайды. Сіз арзанға аласыз и оны қымбаттағанда сатасыз. Бірақ естіген шығарсыз, трейдингте бағаның арзандағаннан да ақша табуға болады. Оны сіз спотты саудада жасай алмайсыз. Себебі спотты саудада сіз алғаннан соң оның бағасы өссе ғана ақша табасыз. Ал бағасы құласа, сіз соответственно ақша жоғалтасыз. Ал контракт SFD арқылы біз қалай баға төменге кеткенде сауда жасаймыз. Бұл жерде сіз активті алмайсыз, тек баға қозғалысынан пайда табасыз. Форекс, алтын индекстер. То есть сіз брокермен контрактқа отырасыз. Яғни баға құласа мен пайда табамын. Немесе баға өссе мен пайда табамын деген сияқты. Сондықтан осы SFD арқылы в основном Қазақстандағы трейдинг жүріп отырады. Спотты саудада ол сіз криптоны кәдімгідей сатып аласыз и өскен кезінде сатсаңыз, ал контрактта сіз бағаның құлағаннан да ақша табасыз. То есть шорт позициялар бағаның төмен кетуі осы контракт SFD арқылы жасалынады. Және де сіз ертең алдағы уақытта көбіне осы контракт SFD арқылы сауда жасайсыз. Себебі спотты саудада сіз үлкен суммаларда ғана сделка аша аласыз. Себебі ол жерде кредитный плечо дейтін сізге берілмейді. Ал контракт SFD арқылы сізде брокер өзінің тарапынан кредитный плечо, то есть запасқа ақша береді. Бірақ сіз ол ақшаға қарыз болып қалмайсыз, егер жоғалтсаңыз. Ол сіз ақшаны өзіңіздің суммаңыз ғана жоғалта аласыз. Ал брокердің берген ақшасын сіз жоғалта алмайсыз. Алдағы уақытта, қазір алдағы презентацияларда оны тоже толығымен айтып өтетін боламын. Так, достар, екінші бізде осындай трейдинг пен инвестицияның айырмашылығы дейтін презентация. Қазір сіздерге екі картинка көріп тұрсыздар экранда. Бізде бірінші картинкада бала әкесімен ағаш отырғызып отыр. Екіншісіне бізде алма сатып отырған баланы көрсек болады. Инвестиция, өздеріңіз білетіндей, бұл ұзақ мерзім, жылдар бойы ұстайсыз. То есть инвестиция мен трейдингтің арасындағы разница тек инвестицияда сіз ұзақ мерзімде жаңағыдай активті ұстап сатасыз. То есть алма ағашын отырғызып, жемісін күтумен бірдей. Сіз оны отырғызасыз, күтесіз және 4-5 жылдан кейін оның жемісін көресіз. Ал трейдинг қысқа немесе орта мерзім, минут, сағат, күн сайын. Вот мына картинкадан көріп тұрғандарыңыздай, бала қазір алма сатып отыр. Бұл таңертең сіз алманы базарға барып 10 теңгеден сатып алдыңыз и кешке 20 теңгеден саттыңыз. Разницасы осы арқылы. Инвестиция көбіне споттық саудада жасалынады, жаңағы бірінші презентацияда. То есть сіз аласыз да, кәдімгідей оны ұстап, ұзақ мерзімде ұстайсыз. Бағасы өссе ғана табасыз, ал бағасы құласа, соответственно ақша жоғалтасыз. Ал трейдинг арқылы сіз SFD-мен, яғни бағаның өскеннен де түскеннен де ақша тапсаңыз болады. То есть сіз анализ жасайсыз, сіз көріп отырсыз баға өседі деген сияқты. И сіз соны баға лоңға кетеді, то есть жоғарға кетеді деп сделка ашасыз. Қараңыздар, бұл жерде сумма жағынан да разница бар. Инвестициямен более жағында ақшасы бар адамдар айналса, трейдингте капитал жасағысы келетін адамдар айналысады. Яғни сіз трейдингтен кіші суммамен үлкен капитал жасасаңыз болады. Одан кейін уже сізде ақша бар, трейдингтен ақша түсіп тұрғаннан соң инвестициямен айналыссаңыз болады. Ал егер сіз кәсіпкер немесе бір уже запас ақшаңыз болса, лучше осы инвестиция саласын тоже үйренсеңіз болады. Себебі трейдингтің екінші тұрған этапы ол бізде инвестиция.
Ал егер новичок болсаңыз, скорее всего, осы трейдинг саласынан үйреніп, осы жерден ақша тапсаңыз болады. Вот разницасы осыда ғана, достар. Инвестиция ұзақ мерзімде және споттық сауда жасалынатын болса, трейдинг бізде қысқа мерзімде және лонгқа жоғарыға кеткенде де и төменге кеткенде де ақша таба аламыз. Так, мынаның барлығын сіздер сразу дәптерге жазып отырыңыздар. Сразу естеріңізде қалатындай. Ендеше мен үшінші картинкаға өтейін. Бұл трейдинг, білесіздер, достар, бізде трейдинг базар болғандықтан бізде әр базарда сатылатын активтер болады. Мысалы, обычный базарларды алатын болсақ, бізде автосалондар бар, бізде овощный отделдар бар, и әр жерде әр түрлі продукт сатылады. Сол сияқты бұл жерде де трейдингте әр түрлі базар бар, который әр түрлі продукттар сатылатын. Негізгі нарықтың 4 популярный түрі бар. Қазір мен мына жерде полностью белгілеп қойдым. Бірінші криптовалютадан бастайық. Бұл сала, криптовалюта ең жас нарықтардың бірі. 2009 жыл бізде биткоин шыққалы бері көптеген криптовалюталар уже пайда бола бастады. Криптовалюта именно нарық түрі, то есть криптовалюта деген бізде, криптовалюта бұл цифрлық ақшалар, которые ешкімге тәуелсіз. Оны жаңағыдай банк немесе мемлекет басқармайды. Оны адамдар өзі жаңағыдай блокчейн системалар арқылы, блоктар арқылы жасалынатын, то есть перевод жасалынатын бұл актив. То есть осындай ақша. Криптовалюталарға бұл жерге әрине биткоин, эфириум, альткоиндар жатады. То есть ең алғашқысы бізде биткоин 2009 жылы шықты, одан кейін эфириум, одан соң қазіргі таңда 10 мыңдаған түрі бар осы криптовалютаның, ол бізде альткоиндар. Бұл сала өте волатильный. Бұл жерде кіші суммамен үлкен капитал жасап алуға болады. Яғни менің негізгі басында ең бірінші бастаған кезде осы криптовалютамен бастағам, және $100 мен 1000-2000 долларды бұл жерден оңай жасағамын. Соответственно, бұл жерде волатильность өте көп болады. Сондықтан, достар, лучше аз суммамен бұл жерден үлкен капитал жасап алуға мүмкіндік бар. Егер ақша көп болса, лучше басқа салалардан бастаған дұрыс. Ал ақшаңыз, соответственно, азғантай депозит болатын болса, лучше осы криптовалютадан сіз жақсы өзіңізге капитал жасай аласыз. Екінші түрі бізде акциялар. Акция дегеніміз не? Енді акция дегеніміз бұл белгілі бір компанияның бөлшегі деп айтсам болады. То есть сіз белгілі бір компанияның бөлшегін иеленесіз. Акциялардың түрлері өте көп. Қандай бизнес бар, сол бизнес масштабқа шыққысы келсе, өзінің акцияларын нарыққа жібереді. Мысалы, Қазақстандық акциялар да бар, Каспий, Халық банк, Қазмұнайгаз, Кегок деген сияқты компаниялардың өзінің нарықта акциялары бар. Сол сияқты бізде өте мықты компаниялар, Apple, Tesla, Coca-Cola дейтін сияқты үлкен гигант компаниялардың акцияларына нарықта сауда жасалынады. Ал біз сияқты трейдерлар сол акциялардың бағасының разницасынан бұл жерден ақша таба аламыз. Яғни бағасы өссе де, түссе де сіз бағытын анықтай алып, сіз бұл жерден ақша жасасаңыз болады, достар. Бұл жерде бізде инвестициямен де и трейдингпен де айналыссақ болады. Яғни біз бұл жерде көбіне фундаментальный, то есть мен қазір түсіндіріп беремін анализдің түрін. Бізде фундаментальный анализ жасалынады. Яғни сіз шығатын отчеттарға компанияны кім басқарып отыр, қанша пайда тапты деген сияқты осындай анализ жүргізу арқылы бұл жерден сіз былайша айтқанда саудаға қатыссаңыз болады. Бұл именно нарықтың түрі, акция өте ежелден келе жатыр, және бұл именно нарық өте жаңағыдай стабильный. Яғни сіз даже ақшаңызды бір сенімді компанияға салсаңыз, жылына 10-20% долларда смело әкеп тұра алады. То есть инвестиция жағынан осы акциялармен негізі айналысуға да болады, и инвестициямен, и трейдингпен осы акцияның нарығында айналысуға болады. Уже бізде үшінші нарықтың түрі бізде Форекс валюта. Яғни Форекс бұл тоже ең гигант жаңағыдай нарықтың түрі. Бұл жерде валюталармен сауда жасалынады. Көріп тұрғандарыңызда евро мен доллар, теңге доллар, фунт доллар. То есть екі елдің валютасынан қайсы бірінен мықты, қайсы бірінен әлсіз екенін көрсетеді. Мысалы, евро мен доллар. 1 евро қазіргі таңда 1 доллар 15 центке тең. Мысалы, теңге. 1 доллардың құны қазіргі таңда теңгемен шаққанда где-то 500 теңге, фунт пен доллар деген сияқты. Вот осындай валюталардың өсіп қозғалғаннан ақша тапсақ болады. Себебі валюталардың өзі бізде кейде құлайды, кейде өседі. Вот соны анализ жасау арқылы бұл жерден тоже ақша тапсаңыз болады. Бұл валюталар өте жаңағыдай капиталы жоғары нарық. Себебі бұл жерде үлкен банктер саудаға қатысады. Яғни банктер бір-бірімен обмен жасаған кезде нарықта движение қалыптасады. Сондықтан капитализациясы бойынша ең мықты нарық осы Форекс нарығы. Бізде жаңағыдай обычный логикасы қандай?
Мысалы, сіз теңгені 500 теңге кезінде қазір сатып алсаңыз, алдағы уақытта оның бағасы 550 теңгеге өскенде сатсаңыз болады. И трейдинг SFD арқылы, мысалы, қазір теңгенің бағасы түседі, немесе өседі, графикалық анализ жүргізіп, фундаментальный анализ жүргізіп, сіз жаңағыдай сделкаларға кірсеңіз болады. Мысалы, обычный бір мысалды ала кететін болсам, бізде өткен жылы қателеспесем, Нацбанк процентный ставканы өсіріп тастады, соның кесірінен бізде доллардың бағасы құлап түсті. Бұл бізде фундаментальный анализға жатады. Соның кесірінен бізде доллардың бағасы 550 теңгеден 500 теңге дейін құлады. Бұндай анализдің түрі бізде фундаментальныйға жатады. Бұл жерде сіз графический де анализ жасасаңыз болады, яғни бағаның өсіп түсуінен. Қазір графикке кіріп тоже көрсететін боламын достар. Төртіншісі бізде металлы, тоже Қазақстандағы өте популярный осы нарықтың түрі. То есть бұл жерде алтын, күміс, мұнай, газ дейтін сияқты активтер сауда жасалынады, популярныйлар. Алтын бізде HUSD деп аталынады. Жаңағыдай Қазақстанда өте популярный болып кетті. Вот осы металлы, жаңағыдай товар нарығында сауда жасалынады. Алтынның бағасы қазіргі таңда 5000 унциясына қатты өсіп кетті. Бұл жерден тоже біз жаңағыдай инвестицияға и трейдингке айналыса берсек болады. Все, бізде осындай 4 нарықтың түрі бар екен. Алдағы уақытта біз сіздермен осы именно Форекс, металлы и криптовалюта бағыттарына жұмыс жасаймыз. Бұйыртса, осы именно презентацияларды өздеріңізге қазірде жазып алыңыздар. Біз келесі слайдқа өтетін болсақ. Енді келесі слайдта достар көріп тұрғандарыңыздай нарық қалай жұмыс жасайды? Нарық бұл сұраныс пен ұсыныс, спрос и предложение. Яғни, спрос көп болатын болса не болады? Соответственно, активтің бағасы өседі. Мысалы, мына iPhone-ға спрос көбейетін болса, яғни предложениеден, бұның бағасы бізде өте қатты өсіп кетеді нарықта. Наоборот, предложение көп болатын болса, бағасы түседі. Сатып алушылар, мысалы, сіз базарға бардыңыз, базарда алманы сататын сатушылар сатып алатын адамдардан қарағанда көп болып тұрса, бізде бағасы төмендейді. Ал сататын, то есть бағасы өседі, ал сататын адамдар көп болатын болса, бізде бағасы түседі. Осындай қарапайым логика. Бізде қай кезде сұраныс көбейеді, қай кезде сұраныс өседі, төмендейді, то есть. Қараңыздар, бұл жерде тоже фундаментальный анализге біз кірсек болады. Жақында ғана бізде осы қазіргі таңда әлемде тұрақсыздық болып жатыр, соғыс болып жатыр. Соның кесірінен бізде жаңағыдай сенімді активтерге, то есть алтынға деген сияқты сұраныстар көбейеді. Сұраныстар көбейген сайын бізде оның бағасы дальше қымбаттап кетеді. Соответственно, мұнайға тоже сұраныс көбейіп жатыр, газға деген сияқты. Себебі ол елде, мысалы Иран қазір соғысып жатыр. Иранның бізде Армузский шығанағында бізде жаңағыдай мұнайдың 20-25% өтеді. Сол шығанақ бізде жабылғанның кесірінен бізде мұнайға и газға дейтін спрос Европада көбейіп кетті. Вот осындай түрде де біз анализ жасақ болады. Біз ол сұраныс пен ұсынысты графикте де анықтай аламыз. Түсінікті болатын болса, давайте келесі презентацияға өтсек. Бізде енді достар, білесіздер, жалпы баға қай кезде өседі, немесе қай кезде түседі, оны біз қалай білеміз, оны әрине де анализ арқылы білеміз. Бізде осы нарықта екі түрлі анализ бар. Біріншісі, көріп тұрғандарыңыздай, техникалық анализ. Картинкада көріп тұрсыздар, бұл графикпен жасалынатын анализ. То есть сіздердің алдарыңызда график тұрады. Сол графикке қарап тұрып, сіз анализ жасайсыз. Ал екіншісі бізде фундаменталды анализ. Жаңалықтар мен экономикалық факторларға негізделген талдау. Жаңағы айтып кеткен мысалым сияқты бізде әлемде тұрақсыздық болып жатса, немесе бір жаңағыдай бір жаңалықтар шығып жатса, вот нарыққа тоже әсер етеді. Біз екінші түрі фундаменталды анализді осылай жасаймыз. Мысалы, бізде пятница күні Дональд Трамп ақш-қа осы арнайы операция соғыс бастады, и соның салдарынан біз біліп тұрдық, точно понедельник күні алтынның бағасы қатты өсетін. Алтынның, мұнайдың, газдың деген сияқты. Соответственно, бізде криптовалюталардың бағасы құлады. Себебі криптовалюта, жаңа айтқандай, волатильный рынок. Инвесторлар осындай соғыс басталған кезде лучше ақшаларын алып, сенімді активтерге салады, которые алтын деген сияқты. Бұл бізде фундаменталды анализ. Яғни біз әлемде не болып жатқанына қараймыз. Әлемде жалпы бізде ай сайын отчеттар бар, инфляция, соларға да қараймыз барлығына. Ал техникалық анализ, ол чисто графикпен. Сіз ештеңеге қарамайсыз, графикке отырасыз, графиктен сіз зоналарды сызып, сол жерден анализді жүргізесіз. Түсінікті болды ғой? Қазір мен сіздерге осы техникалық анализді графикте отырып көрсететін боламын.
тоже сразу дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Енді достар, қараңыздар, трейдингте жүргеннен соң бізде бұлардың өзінің терминдары бар да, ол адамдар айтпайды, мен сатып аламыз, мына жерден сатамыз деп. Оның өзінің арнайы терминдары бар. Яғни сол терминдар арқылы бізде жаңағыдай адамдар бір-бірін түсінеді. Ол қандай терминдар? Сіздерге қазір тек популярный терминдарды айтып берем. Сол терминдардың өзі неге сізге сауда жасауға жеткілікті. Біріншісі бізде buy, яғни сатып алу. То есть buy деген сөз ағылшыншадан сатып алу деген білдіреді. Жоғарғы қарай позицияны ашасыз ғой. То есть баға, мысалы қазір 500 теңге болып тұр $1. Buy деп кіресіз, яғни баға өскен кезде ақша табасыз. Соответственно, бізде керісі осы sell деп аталынады. Sell деген сату. Яғни баға төмендегенде, мысалы 500 теңгеде доллардың бағасы тұр, сіз sell деп ашсаңыз, баға төмендеген сайын сіз ақша табасыз. Ал баға өссе, сіз ақша жоғалтасыз. Үшіншісі бізде lot деп аталынады. Бұл позицияның көлемі. Сіз трейдингте 5000 теңгеге сатып алдым демейсіз. Сіз белгілі бір лотқа сатып аласыз. Лот дейтін сол өлшем бірлік. Қазір сол лоттың өзін алдағы уақытта түсіндіре өтем. Бізде бар еще stop loss, яғни шығынды шектеу. Мысалы сіз долларды сатып алдыңыз, долларды сіз 500 теңгеден сатып алдыңыз. Ал бағасы түсе беретін болса, сіз 0 теңгеге, мысалы 400 теңгеге түсіп кетем дегенше дейін отыра бермей, 450-ден стоп лосспен шығып кетсеңіз болады. Стоп лосс, яғни шығынды шектеу болды. Сіз дальше минуспен жаба саласыз сол жерден. Take profit бізде, соответственно, пайданы бекіту. Яғни сіз 500 теңгеден алдыңыз, 600 теңге барғанда сатам деп рынокқа приказ бересіз, ол take profit деп аталынады. Баға сол жерге барғанда сіз ұйықтап жатсаңыз да, өзі сізге пайдамен жауап береді. Бұл бізде take profit. И бізде тағы да өте популярный термин risk reward, RR деп аталынады. Тәуекел мен пайданың қатынасы. Мысалы, сіз сделкаға кірдіңіз, сіз ақша жоғалтатын болсаңыз 10 теңге жоғалтасыз, ал пайда табатын болсаңыз 20 теңге табасыз. Бұл жерде бізде соотношение тәуекел мен пайданың қатынасы 1:2. Яғни сіз 10 теңге ұтылу арқылы, сіз бір бөлігін ұтылу арқылы 2 есе ақша табуыңыз мүмкін. Бұл бізде risk reward RR деп аталынады. Тоже жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар достар. Бұл себебі алдағы уақытта басқа жерлерде buy, sell деп тек осы терминдар арқылы айтылатын болады. Енді көп созбай, трейдингпен айналысуға не керек, соны сіздерге айта кетейін. Трейдингпен айналысуға достар, ең бірінші сіздерге брокер дейтін жаңағыдай посредник керек болады. Бұл рынокқа кіруге көмектесетін, сатып алу мен сатуды жасауға мүмкіндік беретін делдал компания. То есть сіз рынокқа просто так кіре алмайсыз. Арада брокер болу керек. Брокер деген сізбен рынокта байланысып тұратын ортадағы посредник. Яғни как риэлторлар сияқты, сатып алушы мен сатушының арасындағы посредник, ол өзінің сол екеуін арасындағы сделканы орындаған үшін өзінің комиссиясын алады. Сол сияқты брокерде сіз сделканы рынокқа шығарған кезде через брокер шығарасыз. Брокерлердің түрі көп. XM, Access, Markets өзіңіз қалаған брокерге регистрация өтсеңіз болады. Мен мына жерге жазып қойған примерларым, бұл лицензиясы бар брокерлер, бұл жерден смело негізі солай жасай беруге болады. То есть жаңа айтып өткенде брокер өзінің жаңағыдай комиссия арқылы сіз сделкаға кіргеннен соң какой-то бір өте аз суммада комиссия төлейсіз, сол комиссия арқылы бұл брокерлер бізде пайда табады. То есть сделкаға кіру үшін сізге бірінші брокер керек, брокерге регистрация өту өте оңай. Мен телеграм каналдарында маған жазсаңыз регистрация өту видеоларын жіберетін боламын. Қазір сізге осы брокерлердің ішіне қалай жұмыс жасаймыз, сонда көрсетіп беремін. Екінші, соответственно, TradingView дейтін платформа. Яғни айттым жаңа, бізде бұл рынокта жаңағыдай активтің өсетін, түсетін анализ арқылы білеміз. Яғни именно графикалық анализ арқылы білсек болады. Бұл бізде TradingView дейтін терминалда жасалынады. Бұл график қарайтын сайт, сол жерде бағалардың қалай өсіп, қалай түсіп жатқанын көруге болады. Трейдерлер үшін ол жай ғана бағаны бақылап, сызық сызатын құрал. То есть бұл жерде сіз сделканы ашпайсыз. Соответственно, TradingView'да анализ жасадыңыз, брокерге бардыңыз, сделканы ашасыз. TradingView бұл жай ғана анализ жасайтын жер. Соответственно, сіздің 80-90% уақытыңыз TradingView'да өтеді, ал брокерде просто так сделканы ашып жабасыз. Және бізде MetaTrader 5 дейтін терминал бар. Брокер арқылы нарықты сауда жасауға арналған платформа. Ол жерде сделка ашып жауып, стоп-лосс пен take profit қоясыз. Яғни бізде новичок трейдерлар осы именно брокердің ішінде сделка ашса, бізде уже сіз профессионал болған сайын MetaBase дейтін приложение бар, терминал бар, сол жерде сделка ашсаңыз болады. То есть брокерді әкелесіз де MetaBase'ке қосып қойсаңыз болады.
Сіз ақшаны брокерге саласыз, MetaBase сделканы ашып жабасыз. Бұл не үшін керек? Бұл MetaTrader 5 сделка ашып жабу өте оңай және өте ыңғайлы, чем брокерден қарағанда. Және любой брокерді осы MetaBase-ге қосуға болады. Бұл жерге сіз ешқандай ақша төлемейсіз, бесплатно, жаңағыдай сделка ашып жабу просто өте қарапайым, өте оңай. Көптеген адам осы MetaTrader 5-пен жасайды. Брокермен де жасасаңыз болады, бірақ MetaTrader 5 өте оңай. Қорытындылай кетсек, достар, бізге өте көп зат керек емес. Даже бір телефон болса да жеткілікті трейдингпен айналысуға, барлығы осы трейдинг, осы телефонның ішінде приложениелерде бар. Брокер 10 минутта, 15 минутта регистрация өтесіз. TradingView тоже, соответственно, там 10-15 минутта. И MetaTrader 5-ке қосу бір 5 минут уақыт алады. Болды, достар, трейдингке айналысу үшін осы 3 ғана приложение сізге жеткілікті. Және трейдингпен айналысу үшін сізге жаңағыдай бір мықты программист сондай болып керек емес. Жалпы өте қарапайым, өте простой адамдарда бұнымен смело айналыса алады. Енді қазір сіздермен уже практически частьқа өтеміз. Жаңа айтып өткендей, осы TradingView, регистрация, график ашу, актив таңдау, таймфрейм барлығын осы сіздерге көз алдыларыңызға көрсетіп беретін боламын. Қазір мен кіремін сол приложениеге. Так. Достар, бізде TradingView дейтін приложение дәл осылай көрінеді. Қазір бір минут. Достар, бізде TradingView дейтін приложение дәл осындай көрінеді. Бұл жерде регистрация мен просто өтіп қойдым новый аккаунтқа. Если маған телеграмға жазсаңыздар, қиындық туындап жатса, регистрация өту видеосын жіберемін. А так негізі өте оңай регистрация өту. Просто TradingView деп Google-ға жазасыздар и шыққан бірінші сайт осы TradingView сайты. Кіресіздерде регистрация дегенді басып, почталарыңызбен регистрация өтесіздер. Регистрация өткеннен соң дәл осындай экран ашылады. Бұл негізі бесплатный жұмыс жасауға болады бұл жерде, бірақ өзінің подпискаларын ұсынады. Сондықтан бұл жерге қарамай-ақ сразу бесплатный версиясымен жұмыс жасай береміз. Енді ең бірінші қалай кіреміз? Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай продукт дейтін бөлім бар. Көрдіңіздер ғой да? Продукт және супер графики дейтін жерге басамызда кіреміз. Яғни біздің алдымыздан қазір осындай график ашылады, достар. Вот сіздер енді нағыз трейдингке келдіңіздер. Нағыз трейдерлар осы жерде жалпы анализ жасап жұмыс жасайды. Ең бірінші кірген кезде қорқып кетпеңіздер. Бұл жер негізі өте қарапайым, өте простой. Қазір сіздерге жеке-жеке тоже түсіндіріп беретін боламын. Бүгін просто суббота күні түсіріп отырмын. Суббота күні бізде көптеген рыноктар жабық. Көріп тұрсыздар, рынок закрыт деп тұр. Қазір бірақ рынок жабық болса да барлығын жеке-жеке талдап өтетін боламыз. Бұл жерде бізге ең бірінші не жасау керек? Ең бірінші бұл жерде бізге өзімізге ыңғайлы етіп настройка жасап алуымыз керек. Бұл жерде жаңа айтып өткендей, любой активтің графикалық бағасын, историясын көре аламыз. Қазір шаг-шагымен барлығын түсіндірем. Көріп тұрғандарыңыздай список котировок деп тұр, мына жерде. Яғни котировкалар. То есть активтер тұрады бұл жерде. И мына жерде бізде сразу кірген сайын бізге керек емес активтер тұрады. Айрус, РТС, NASDAQ, S&P 500, Сбербанк, российский активтер тұр. Оның барлығы бізге ең бірінші басында керек емес, оны біз өшіріп тастауымыз керек. Қалай өшіреміз? Мына жанына апарасыздар, жанында корзинка тұр, көрдіңіздер ме? Вот корзинканы басамыз. Барлығын өшіріп тастаймыз, барлығын новыйдан басауымыз керек. Барлығын осы корзинканы басу арқылы өшіреміз. Вот корзинканы басамыз, өшірдім. Все, пустой болды, көрдіңіздер ғой, пустой болды. Енді мына жерде бізде плюсик тұр. Плюсик тұр. Осы барамызда осы плюске барып басамыз. Мен плюске барамын, басамын. И көрдіңіздер, осы жерде биткоин, HUSD барлығы тұр. Бізге негізі не керек? Бізге жаңағыдай, давайте қазір популярныйларын айтайын. Соларды ғана біз өзіміздің котировкамызға қосып, списогымызға қосып алсақ болады. Бізге ең бірінші алтын керек, алтынның негізгі жазылуы HUSD деп жазылады. Просто HUSD деп жазасыздар. Көрдіңіздер, көп деген осындай бізде активтер шықты. Бұның барлығы бір. Просто мына жерде Сахо деген таңдап алып, соны қоссаңыздар болады. Мен көрдіңіздер ғой, мына жерде Сахо деп жазылып тұр. Плюсикті басасыздар и артында қосылды. Вот. Біреуін ғана қоссақ жеткілікті. Енді күмісті қоссақ болады. Күміс HUSD деп жазылады. HUSD. Тоже Сахо деген тауып аламыз. Бұл жерде, скорее всего, күмісте Сахо деген мене тұр, бар, қосамыз. Енді бізге криптовалюта жағын қоссақ болады. Мысалы биткоин, BTC USD деп жазылады. Биткоин USD-ді сіз мына Binance деген қоссаңыз болады. Binance дегенді осыны басып қоспаймыз. Одан соң бізде эфириум бар, ETH USD деп жазылады. То есть екінші мықты криптовалютаның түрі.
ETH-USD, тоже Binance дегенді қосып қоямыз. Одан соң бізде валютный рынок бар, жаңағыдай Forex айтып өткенде, мысалы ең популярный евро-доллар, мысалы EUR, USD деп жазылады. Вот тоже саху дегенді қосып қоямыз. Валюталардан бізде тағы да GBP, USD дейтін бар, бұл бізде фунт пен доллардың қатынасы. Тоже саху дегенді қосамыз. Даже бізде теңгенің графигі бар, USD, KZT деп жазсақ, бізде теңгенің график шығады. Осы жерден бұл жерде саху деген жоқ, ең бірінші ICE-ге кіріп қоса береміз. Көрдіңіздер ғой, мен бәрін қосып шықтым, мына жерде маған керек активтер пайда болып тұр. Енді мен қайсы активке барсам, мына графикте сол активтің бағасын көрсетеді. Мысалы, HUSD ең біріншіден бардым, көрдіңіздер, мына жерде уже басқа график. Баға не істеп жатыр? Баға өсіп жатыр. Сіз графикті уже түсініп жатсыз. То есть алтынның бағасы өсіп жатқанын көріп жатсыз. Және бағасы мына жерде көріп тұрғандарыңызда $5171 унциясына екен. Қазір бұл қанша грамм алтынның бағасы екен, алдағы уақытта видеоларды көрсем. Мысалы, HUSD, бұл күміс. Күмістің бағасы $84, тоже унциясына. Вот. Қазіргі таңда тоже графиктен көріп тұрсыз, то, что бағасы бізде өсіп жатқанын. Мысалы, достар, биткойнның бағасына енді өтетін болсақ, бұл жерде биткойнның бағасы $68,000 болып тұр екен. Сіз бұл жерден биткойнның бағасының графигін көре аласыз. Яғни ол негізі историяда бір жыл бұрын қанша болды, қазір қанша, қай жерден өсті, қай жерден түсті дейтін сияқты информацияны сіз осы TradingView дейтін сайттан аласыз. Бұл сайт болмаса сіз анализ жасай алмайсыз. Бұлай айтқанда сіздің жаңа айтқандай уақытыңыздың 80-85%, 90% даже осы жерден өтеді. Биткойнның бағасы, биткойн USD $68,000. Эфириумға өтесіздер мысалы. И теңгеге өтсек қазір. Теңгенің бағасы, доллардың бағасы, то есть теңгеге шаққанда 493 теңге болып тұр екен. Бұл жерден біз анализ жасаймыз. Енді қараңыздар, жаңағы ең бірінші жұмысымыз осы жерге біз активтерді қоса аламыз. Бізде үстінде D деп тұр, таймфреймдар. Яғни мынау әрбір свечаның уақыты бір күн болып есептелініп тұр қазірде. D деген сайт. Кейін тағы да бір маңызды, қараңыздар, мына жерде 12:58 деп тұр. UTS плюс 3. Бұны біз Қазақстанның уақытына қоюымыз керек. Бұл жерде плюс Қазақстанның уақыты плюс 5 болады. Қазір көреміз, плюс 5 Астана. Енді біздің уақытқа ауысты. Сағат 2:58, мысалы дәл қазір. Бұл жерде біз D деген сөз таймфрейм бір күндік. Бір күндік. Әр свечаның уақыты бір күн. Мысалы, 24 сағаттан соң новый свеча. 24 сағаттан соң новый свеча. Мысалы, биткойнға кірек. Енді бұны кірсек, біз бұл жерден кіші таймфреймдерге өтсек болады. Мысалы, мына таймфрейм D деген свечаны 1 сағатқа қойсақ болады, 4 сағатқа. Бізге керегі мына жерде 5 минут, 3 минут дегендерді белгілейсіздер. 1 сағат, 4 сағат, 1 күндік, 1 апталық. Үлкен таймфрейм не үшін керек? Үлкен таймфрейм өткен историяны тереңірек көру үшін. То есть бұл үлкен таймфреймде көбіне инвесторлар жұмыс жасайды. Яғни ұзақ мерзімге. Біз трейдер болғандықтан, біз қысқа мерзімге жұмыс жасайтын болғандықтан, бізге 1 сағат, 4 сағаттық графиктерге өту керек. Мысалы, мен 1 сағаттыққа өтетін болсам, жаңағы D деп тұрған бір свеча 24 бөлікке бөлінеді. Яғни ол ашылады ішіне қарай. Мысалы, мен 1 сағат, енді мына жерде әр свечаның уақыты 1 сағат. Енді мен бұның қазір тағы да 15 минут қойатын болсам, бұның өз 4-ке бөлініп, более тереңірек информация көрінеді. Мына жерде бізде уақыты 68,000. Қазір бізде 2 минуттан соң, почти 17 секундтан соң новый свеча шығады мына жерде. Көріп тұрсыздар, сағат 2:59 болып тұр. Соответственно, 3 болғаннан соң мына жерде новый свеча. Өйсіп анализ жасай береміз достар. Бұл жерде біз таза графикті көреміз. Сіздердің екінші жұмыстарыңыз осындай таймфреймдерді қойып шығу. Үшінші, бізде инструменттер бар. Яғни біз қай жерден арзан, қай жерден қымбат деген жерлерді біз белгілеп қойсақ болады. Мына жердегі инструменттер арқылы. Қазір сіздерге популярный бір-екі инструментті көрсетем, солармен уже жасай бересіздер. Ең біріншісіне кіресіздер, линия тренда деген керек. Луч деген керек. Болды. Екіншісінде Fibonacci деген керек. То есть бұл тоже бір стратегия. Мыналарды мен қайсысын таңдап жатырмын, соның барлығын звездочкаға избранный қосып қойсаңыздар, үстінде осы жерде қосылып тұра береді. Кисть деген мысалы. Кисть деген қосамыз. Прямоугольник керек өте маңызды. Көбіне осы тренд линиямен прямоугольникпен сызамыз. Даже текст деген бар, экранға текст жасақ болады, олар керек емес. Вот осылар ғана керек, қосып қойғандарды избранныйлар тұр. Бұл не үшін керек? Мысалы мен прямоугольник талында былайынан сызсам болады. Мысалы алып былайынан сызсам болады. Не үшін сызам? Себебі бұл жерде бізде баға құлаған екен, қайта келсе қайтадан құлайды деген сияқты, шорт позиция ашамын деген сияқты мағынада. Мысал ретінде мына жерді аласыздар, белгілейсіздер. Бұл сіздердің өздеріңіздің графикті нақты көріп отыру үшін белгілейтін аймақтарыңыз. Көрдіңіз ба? Кезінде осы точкадан өскен еді, қайтадан осы точкаға келгенде өсіп жатыр. Негізі анализ жасау өте оңай.
Анализ жасау өте негізі қарапайым. Көп адамдар уже жаңағыдай өзінің рискін дұрыс басқармағандықтан басқа да мәселелер бойынша бұл жерден кішкене зардап шегіп жатады. Қазір мен дұрыс рискпен қалай кіреміз, қандай дұрыс стратегияны таңдауымыз керек, барлығын тоже алдағы уақытта айтамын. Вот көрдіңіздер, линия тренді дегенмен біз былайынан сызсақ болады, осылайынан сызамыз, немесе аламыз да мына жерлерді белгілеп, осы жерлерді былайынан сызсақ болады. То есть біз бұл жерде былайша айтқанда сызамыз бұлармен. Кейс деген бар, мысалы мен былайынан сызсам болады. Көрдіңіздер, TradingView дейтін сайтқа кіріп қолдарыңызды үйретулеріңіз керек. Бұл сайт бізде бесплатный. Басыңыздар, қорықпаңыздар, қалай көрсеттім, дәл солай жасаңыздар. Ең басында көргендеріңізді жаңағыдай түсініксіздеу болып жатқан еді, уже сіздерге түсінікті болып жатты бұл сайт. Сіздер дальше бұл жерден бір күн, екі күн отырсаңыздар, бұл сайтты прям сіздер полностью меңгеріп аласыздар. Себебі бұл өте қарапайым жер. Вот мына жерде биткоин, былай кіріп таңдай бересіздер, басқа активке өтесіздер, басқа активтің осылай анализ жасайсыздар. Бұл жерден анализ жасап алып, просто брокерге барасыздар да, сол брокерден сделканы ашасыздар. И все, болды, бітті. Жұмыстарыңыз сіздердің солған. Таймфрейм, мысалы, кіші таймфреймге түссем болады мен. Одан да, бірақ 3 минуттан уже төмені кірмек қойыңыздар. 3 минуттық ең төмені. Көбіне сол 1 сағат, 4 сағаттықтарды қолданып анализ жасаймыз. Вот осылай. Мысалы мен бір күндік дейтін баратын болсам, уже менде тереңірек график ашылады. Тағы да момент достар, бізде бұл жерде екі линия бар. Бірінші линияда бізде бағалар көрініп тұрады историядағы. Ал астында уақыты. Мысалы, мынау дневной таймфрейм, бір күндік таймфрейм, мен ұзақ уақыт көріп тұрмын. Мысалы, ноябрь айында эфириумның алтынның бағасы где-то бір 4000-3800-ның айналасында болған екен. Уже қазір қаншама процентке өсті. Қазір бізде март айы, мысалы, март айы. Вот көрдіңіздер, қазір 5171 болып тұр унциясына. Октябрь айларында өте төмен болған бағасы бір 3600. Бұл дальше негізі былай өсе береді деген алдағы уақытта болжамдар бар. Сіз осылай мына жақта өткен графикке қарап, болашақта не болатынын осылай анықтай аласыз. Вот достар, TradingView дейтін сайтты полностью сіздерге көрсеттім. Өте қарапайым, өте жеңіл сайт, ешқандай қиындығы жоқ. Енді қазір сіздермен презентация бойынша дальше жалғастырамыз. Так. Презентацияға келетін болсақ, TradingViewға регистрация өту видеосын мен Telegram каналымнан аласыздар. Маған личкаға жазыңыздар, мен сіздерді Telegram сол видеоларды қосып беретін боламын, если қиындық туып жатса. Графикті аштық, активті таңдадық, таймфреймді өттік. Енді бізде көргендеріңізде жаңағы графикте свечалар тұрды. Ол бізде жапондық свечалар деп аталынады. Бұл графиктегі бір уақыттың аралығында бағаның қозғалысын көрсететін элемент. Свечалық график негізі 17 ғасырда Японияда пайда болған. То есть жапон күріш саудагерлері қолданған оны. Кейін ол қаржы нарықтарында кең тарады, себебі баға қозғалысын ең түсінікті түрде көрсетеді. Кезінде Японияда пайда болған, сондықтан да атауы жапондық майшамдар. Бұл жерде қызыл свеча болса бағасы түскенін көрсетеді, жасыл свеча болса бағаның өскенін білдіреді. Свеча негізі 4 бөліктен тұрады. Мысалы, құлап тұрған свечаны көрсетейік. То есть үстінен ашылды, где-то бір бағасы 10 теңге деп алайық, мысалы мынау алманың бағасының свечасы болсын. 10 теңге максимум, то есть 1 сағаттың ішіне барып келген максимум нүктесі, мына свечаны мен 1 сағат деп алдым, если что. Максимум нүктесі мысалы 12 теңгеге барған екен. Одан соң минимум нүктесі 3 теңгеге барған екен. Ал жабылу мысалы 5 теңге кезінде жабылды деп есептейік. Вот осылай негізі былайша айтқанда бөліктерден тұрады. То есть бұның ашылуы бар, жабылуы бар, максимум минимум нүктелері бар. Қызыл свеча логика сөз айтып бір баға құлады, значит бізде үстінен ашылады, баға төменнен жабылады. Жасыл свеча бізде астынан ашылады, үстінен жабылады. Бұның да өзінің минимум и максимум нүктелері бар. Осылай отырып сіздер анализ жасайсыздар. То есть осы 4 қана бөліктен тұрады екен, тоже қатты қиын емес. Бізде және тренд және инструменттер. Бізде баға білесіздер, рынокта бір орында тұрмайды. Баға либо өсіп отырады, либо құлап отырады. Бізде сол трендтің негізі екі түрі бар. Бірінші түрі бізде аптренд деп аталынады. Яғни баға өсіп жатқан кезде, то есть аптренд баға құлап жатыр. Мына жерде мен сәл орындар шатасып кетіпті. Баға негізі өсіп жатқан аптренд, мына екеуінің ғана орны шатасып кеткен. То есть бізде мына жерде нисходящий тренд жүріп жатыр. Көріп тұрғандарыңызда графикте баға құлап жатыр. Бұл жерде біз қалай сделка ашамыз? Бағаның дальше құлауына біз сделка ашуымыз керек. Яғни баға дальше құлайды деп. Сіз трендке қарайсыз. Өсіп жатқан активке сіз төменге кетіп ашпайсыз. Себебі баға так-и-так өсіп жатыр. Лучше жаңағыдай моментті күтіп, өсетін нүктелер табу. Бізде екіншісі восходящий тренд.
баға өсіп жатыр, графикте көріп тұрсыздар, визуально бүйтіп баға былайынан өсіп жатыр. Дальше біздің мақсатымыз негізі бағаның келесі кезде өседі деген нүктелерін табу. Бізде баға былайынан тікесінен өспейді, баға всегда импульс және осылай коррекциямен өседі. Біздің мақсатымыз осындай коррекция бітетін нүктесін анықтап келесі импульсқа кіру. Мысалы, мына жерде қарасаңыздар да, мынада импульс, осылай коррекция, импульс, коррекция, мысалы, мына жерде де импульс, коррекция, қазір импульс, коррекцияда тұр, баға. Мысалы, импульс, коррекцияда тұр. Осы жерлерден точка входа тауып, кейін дальше біз бағаны төмендейді деген бағытына қарай зерка ашсақ болады. Бізде екі бағыт бар. Либо баға төмендейді, либо өседі. Болды, мүлдем қиын емес тоже. Так, достар, біз енді брокер және демо-шот ашу. Тоже практически часть. Біз жаңа TradingView'да анализ жасадық. Енді мен сіздерге телефонда осы брокерді полностью көрсетем. Қазір мен сіздерге XM дейтін брокерді көрсетем. Соның ішінде сделка ашу жабуды. Достар, енді бізде қазір телефонмен көрсететін болам. Бұл бізде XM дейтін брокер. Тоже регистрация астына ссылка қалдырам. Өтіп алсаңыздар болады. Жаңа айтқандай, бұл жерде активтер бар, мысалы алтын, биткоин деген сияқты рынки, астында бөлімдер бар, сделки, подробнее, конкурсы деген бар. Рынки дегенге өтесіздер, үстіне демо шотқа қойып аламыз. Демо шотты қалай ашамыз? Осы реальный деп тұрады, демоның қасында бізде көк осындай кнопканы басамыз, демо шот дегенді ашамыз. Мысалы, MetaTrader 5 деген таңдайсыздар, стандарт дейтін шот таңдайсыздар, и мына жерде размер деп қойсам, мысалы $1000 и атын демо деп қоя салайық. Демо деп. Демо. Ағылшынша жазу керек екен. Демо 111 деп қоямыз. Все, далі. Енді бір пароль ойлап табамыз. Бір жерге жазып қоя салыңыздар бұл парольдерді. Енді бізде демо шот ашылды $1000-ға. Енді сделки деген жер бар бізде, подробнее дейтін бар. Мысалы, сделки деген жерге кіріп, немесе рынки дейтін жерге кіреміз. Осы жерде, мысалы, бүгін бізде суббота, тек биткоин ғана ашық. Биткоин деген таңдайсыздар. Бұл жерден көрдіңіздер, купить, продать, то есть лонгқа, шортқа сделка аша аламыз. Мысалы, дәл қазір купить дегенді басатын болсам, лот. Достар, лотты 0.01.002-ден асырмай қойыңыздар. Мысалы, мен 0.01-ге ашайын. Бізде stop loss take profit дейтін автоматын қойсақ. Мысалы, дәл қазір біреуін ашайын мен. Сделка ашылды менде. Көрдіңіздер, енді мен оны сделки дейтін жерден көрсем болады. Дәл қазір минус 0.43 болып тұр. Бұл алдағы уақытта, мысалы, өссе баға мен ақша табам, түссе ақша жоғалтам. Басатын болсам подробнее. Мен сатып алдым 68106-дан, текущая цена 68073 болып тұр. ТП саласын қоя салайық. Мысалы, мен бағасы 69000 болғанда сатайын. 69000 болған $8 мен сатады екен. Мысалы, 67800-де сататын болсам $3 жоғалтады екен. Все, сохранить. Менде take profit стоп-лоссы осылай қойдым. Яғни баға мен ойлаған уровеньға баратын болса 69000 автоматын плюспен жабылады $8 мен, ал егер құлайтын болса минус $3 жабылады. Бұл бізде жаңа айтып өткенде риск ревард, то есть риск менеджментті сақтап отырып. Бізде осылайынан кіреміз, подробнее дейтін бар конкурс. Главное, осы жерде демо шот ашып аласыздар. Регистрация видеосын мен телеграмда сіздерге көрсетем. Дәл осылай сделканы аша бересіздер. Және менің ссылкамен регистрация өтетін болсаңыздар, сіздерге тегін негізі $30 реальный шотқа береді. Вот осылай достар, бұл жерде ешқандай қиын ештеңесі жоқ. Бізде рынок ашылып болатын болса, мына евро, доллар, USGP-ларға да сделка ашып жабуға болады екен. Достар, жаңа ғана біз брокердің ішінде сделканы ашып жауып көрдік. Ол жерде тоже сіздердің енді қаншалықты көп жұмыс жасағандарыңызға байланысты соншалық тез алып кете аласыздар. Bir күннің үшін бір күніңізді арнасаңыз, ол жерде негізі өте оңай. Енді жаңа көрдіңіздер, 001 дейтін лотпен аштық. Лотты басында да жаңаға терминдер кезінде өттік. Жалпы лот дегеніміз не? Қазір түсіндіріп беремін. Лот бұл саудадағы көлем өлшемі. Яғни сіз қанша көлемде актив сатып алып жатқаныңызды көрсетеді. Мысалы, алтында бір лот 100 унция. Унция дегенде қазір онды түсіндірем. Алтынның бағасы көріп тұрсыздар, $5000 болып тұр. Бұл $5000 қанша грамм алтынның бағасы біреулер ойлайды. 1 грамм, 100 грамм, 10 грамм. Жалпы қалай есептеліп отыр бұл $5000? Менің негізгі бағасы қазір айтам. $5000 бұл бір унция алтынның бағасы. Алтынды біз ол жерде граммен емес, унциямен есептейміз. Яғни бір унция 31-де 1 грамм алтын. Яғни алтынның қазіргі таңда $5000 болып тұрған бағасы, ол 31-де 1 грамм алтынның бағасы екен. Бұл унция негізі 1828 жыл қателеспесем Британияда 31-де 1 грамм етіп бекітілді унцияның бағасы. Қазіргі таңда осы нарықта осы именно 31-де 1 грамм алтынның бағасымен өлшенеді. Егер бір лотпен сделка ашсаңыз, 100 унцияға ашасыз. 100 унция ол есептейсіз алтынның бағасына. $5000 болып тұрса, бұл $500,000 болып кетеді.
001 дейтін лот бар. Ең аз лот жаңа ашқанымыз бұл 1 унция, яғни $5000-ға сіз сделка ашасыз. То есть алтынның бағасы 5000-нан 5010-ға өшетін болса, сіз $10 пайда табасыз. Немесе 5000-нан 4990-ға болатын болса, сіз $10 ақша жоғалтасыз. Енді сіз ойлауыңыз мүмкін, менде $5000 жоқ, мен қалай сделка ашамын деп. Уайымдамаңыз, сізге брокер өзі кредитный плечо береді. Яғни сізге қосымша ақша береді. Бірақ сіз ол ақшаны жоғалтамайсыз. Сіз максимум өзіңіздің салған ақшаңызды жоғалтасыз. Сіз ешкімге қарыз болып қалмайсыз. Сондықтан оның барлығын алдын ала ойластырылған. Негізі сізге ол қатты керекті информация емес. Бір $100 болса, смело негізі сделкаларға сіз қатыса аласыз. То есть лот дегеніміз осы, бұл просто сауда өлшемі. Енді достар, тағы да бір маңызды момент бұл риск менеджмент. Ең маңызды бөлімдердің бірі, көбісі бұны ескере бермейді. Мен сіздерге қазір сіздің саудаңызға келетін риск менеджментті қойып беремін. Мысалы қараңыздар, сізде $200 бар деп есептеңіздер. $200. Тұрақты эррор не болды? Сіздер барып, жаңағыдай видеоның бас жағына барып, қарап келсеңіздер болады, терминдар кезінде. Эррор дегеніміз риск-рeward, соотношение. Мысалы, кемінде 1-2 болу керек. Мысалы, сіз $10 рискқа қойдыңыз, сіздің жоғалтатын ақшаңыз $10 болатын болса, табатын табысыңыз, соответственно, $20 болу керек. Мысалы, бір сделкаға всегда $10 рисковать етіңіз. Күнне 2 ғана сделка ашу керек. Мысалы, күнне максимум $20 жоғалтыңыз. Егер жоғалтып қойсаңыз $20, сіз сол жерден лучше сауданы тоқтата салғаныңыз дұрыс. Бір күнге лимит $20 міне. Бір күнге пайда, мысалы, $40-50. Иногда жадность тоже бізді минусқа жіберу мүмкін. Кейбір адамдар $40-50 тапқаннан соң, мен қазір тағы да табам, больше табам деп, көбіне жаңағыдай депозиттерінен айырылып қалып жатады. Сондықтан өзіңізге осындай жоспар қойып алыңыз. Мен бір күнде $20 жоғалтамын, бір күнде тапсам $40-50 табам деген. И чисто сол жоспар бойынша жүріңіз. Риск менеджмент негізі осы, достар. Біз нарықты бақылай алмаймыз, біз максимум өзіміздің қалтамыздағы ақшаны бақылай аламыз. Сол бақылай алатын ақшамызды дұрыстап біз бақылауымыз керек. Тағы да өте маңызды бізде бөліктердің бірі бұл психология, достар. Психология. Енді қараңыздар, мен сіздерге психологияны қалай түсіндіретін едім. Трейдингте 80% ол психология. Психология дегеніміз не? Психология ол тең жүйеге. Егер сізде жүйе болатын болса, психологиялық проблемалар болмайды. Жүйе жоқ, трейдингте табыс жоқ. То есть система, любой жерде, ол без система сіздер хоть трейдингте, хоть бизнесте жүргізу өте қиын. Система дегеніміз не? Мысалы қараңыздар, психологиялық қандай бізде проблемалар бар. Мысалы эмоциялар, жаңағыдай азарт, лудомания, стопты жылжыту, жадность, қорқу, оның барлығы психологиялық адамның бойындағы сезімдер. Сіз оны ешқашан арылай алмайсыз. Сіз ол эмоциялармен күресудің қажеті жоқ. Мысалы, азарт, лудомания, стоп, қорқыныш. Егер ол сіз олармен күресетін болсаңыз, сіз былайша айтқанда робот болып қаласыз. Сондықтан бұлармен күресудің қажеті жоқ. Сіз лучше өзіңізге система орнатып алыңыз. Мысалы, система деген мынау. Міне, сізге осындай таза жоспар бар. Тұрақты, мысалы, күнне 2 ғана сделка ашасыз, бір күнге лимитіңіз $20. Өзіңізге, мысалы, бір дәптер алыңыз, өзіңізге былайша айтқанда, как лицензия ретінде, өзіңізге как задача ретінде жазып алыңыз. Мысалы, мен бір күнде $20 жоғалта аламын, мен мысалы табысым $40-50 ғана, мен осыларды өзім лимитінен асыратын болса, мен лучше тоқтауым керек деген сияқты. Осылай өзіңізге жазып алатын болсаңыз, сіз мына проблемаларға былайша айтқанда жолықпайсыз. Бұлар жоспарсыз адамда кездесетін былайша айтқанда сезімдер. Егер жүйе болатын болса, достар, бұндай проблемалар сізде вообще болмайды. Достар, осымен мен сіздерге қазір полностью осы трейдинг саласын, базасын полностью түсіндіріп бердім. Бұл сала негізі осы видеоның өзі сіздерге полностью жеткілікті. Енді тағы да бір қозғайтын бір-екі моменттер бар. Неге жалпы көп адамдар трейдингтен ақша көрмейді? Ең біріншісі, менің ойымша, білім жеткіліксіз. Яғни просто бір видеоны көре салу арқылы рынокқа жүгіріп баруға болмайды. Мысалы, қазір менің видеомды көрдіңіз, бірақ мен ол жерде анализ туралы айтпадым. Сіз просто сделканы барып, ақша салып жасауға болмайды. Сізге ең бірінші білім, яғни білім алу керек. Білім болмаса, сіз бұл жерден ақша таба алмайсыз. Екіншісі, графикті негізі терең түсінбейді. Қазір Қазақстанда просто өте жұмыс жасамайтын стратегияларды көп айтып кетті. Жаңағыдай бір зоналарды айтады, басқасы. Енді мен оларды хейт жасамаймын, бірақ көп қазір үйретіп жатқан стратегиялар нарықта жұмыс жасамайды. Сондықтан негізі адамдар бұл жерден ақша табамайды. Үшіншісі, риск бақылауда емес.
риск менеджментті білмейді, жаңағыдай дұрыс системный жұмыс жасап білмейді деген сияқты. Риск бақылауда болмаса, хоть мықты стратегия үйренсеңіз де, сіз түбінде минусқа кете бересіз. Үшіншісі эмоциямен шешім қабылдайды, жаңағыдай жүйе жоқ, система жоқ, просто эмоцияға беріледі, минус болды ма, қазір ақшамды қайтарам дейді, тағы ақша салады, сонша ол адам до конца минусқа кете береді. И жаңа айтып өткенде ең бесіншісі система жоқ. Мен өзім негізі көптеген осы Қазақстанда трейдерларды білем үйрететін, пробный, просто мен негізі тексеру үшін алып көрген бір курстарда, ол жерде жүйе дейтін атымен жоқ. Просто бір стратегияны үйретеді, осы дейді, жүйе, психология, рискті бақылау маңызды бөліктерді ешқайсы түсіндіріп жатқан жоқ. Вот негізі көбіне ақша көрмейтін трейдингтен минусқа кететін себептері 5 себебі осы. Білім бар, енді, мысалы сіздерде білім бар, енді оны жүйеге қалай айналдыру керек. Сізде нақты сауда алгоритм болу керек. Яғни сіз нақты нені сауда жасайтыныңызды білу керек. Қандай моментте сделка ашу керек, қандай моментте сделка ашпау керек, соны білуіңіз керек. Яғни именно өзіңіздің моментіңізде сделка ашу. Уже білім болғаннан кейін әрине риск менеджменті бекітесіз, жаңа айтқандай, полностью өзіңіздің депозитіңізге қарап, рискті полностью бекітуге болады. Сауда журналы. Сізде егер журнал болмаса, сіз трейдер емессіз. Көп трейдерлар сауда журналы туралы даже айтпайды, эксперттер. Сауда журналы сіздің қай жерден сделка аштыңыз, қай жерден сделка жаптыңыз, минуспен, плюспен барлығы журналда жазылу керек. Тірі разборларды көп көріңіз. Мысалы, бір трейдерлар өзінің ашқан сделкаларын, жапқан сделкаларын қалай ашты, қалай жапты көрсетіп отырады. Сондайларды көп көру керек. Себебі сіз сол адамның логикасын түсінуге тырысасыз. Және қателікті талдау және түзету. Мысалы, минус алып қалдыңыз ба, қорықпаңыз. Ол ошибка сізді наоборот өсіреді. Егер ошибка болмаса, сіз өспейсіз, сіз сол жерде жүре бересіз. Сондықтан қателік, минус стоп алып қалдыңыз ба, соның үстінен жалпы жұмыс жасап көріңіз. Не үшін стоп болды, қалай стоп болды деген сияқты. Так, менің негізгі бұл жердегі сіздердің мақсаттарыңыз тұрақты бақылаулы сауда. Мысалы, сіздер $100 салдыңыз, $100-дан $1000 жасап тастайын, бір айдың дейтін ішінде бұндай тема жүрмейді достар. Бұл жерден главный аз болсын, бірақ сливать етпей, стабильный табыс тауып отыру. Трейдердің негізгі мақсаты осы. Бұл жер сіздерге тез байып кететін, тез ақша табатын жер емес. Бұл жер кәдімгі бизнес. Бұл жерде де сіздер алғашқы жылдарында оқисыздар, үйренесіздер. Жаңағыдай үлкен минустар болуы мүмкін. Но сіз жүре жай-жайдан бұл саладан өсесіз. Сразу келе салып, үлкен суммалар табам деген ойды басыңыздан сразу шығарпасаңыз. Так. Енді, сондықтан достар, мен сіздерге өз обучениемді ұсынамын. Жалпы көрдіңіздер, мен қазір сіздерге трейдингті полностью нөлден бастап айтып бердім. Енді мына жерде сіздерге үйрену үшін осындай менің өз обучениемді ұсынамын. Жалпы ол обучениеде не кіреді? Сіздерге дайын 20 видео сабақ беремін. Өте качественно түсірілген. Осындай әдемі монтажымен, барлығы түсінікті қарапайым тілде нөлден бастап профессионал деңгейге дейін жететіндей 20-дан плюс запись сабақтар. Алдағы уақытта мысалы ол видео запись сабақтар жаңарып отырады. Мысалы мен бір стратегия үйрендім, бір сауда жүйемді өзгертсем, мен ол жерге өзгертіп отырамын. Даже 20-дан көп болуы мүмкін. Нөлден бастап, регистрациядан бастап анализге дейін. Екіншісі риск менеджмент туралы бөлек модуль болады. Риск менеджмент дейтін өте терең бұл тоже бөлім, модуль. Оған мен арнайы бір сабақ өткіздім. Үшіншісі менде нөлден бастап жүйе, нөлден бастап лайф разборлар болады. Бір ай команда чатына досып. Яғни мен бір ай бойы кірген шыққан сделкаларымды, қай жерден кіреміз, қалай анализ жасап жатырмын, сондай жасайтын өзім телеграм каналым бар, сол жерге бір айға досып беремін. Және менің жеке сауда логика, менің өзімнің стратегиямды үйретемін. Достар, енді ойлаңыздар, менің қалай мына видеоны түсіндіруім сіздерге жетті, ал ана жерде вообще өзгеше басқаша болады. Ол жерде мен қазір айтып отқанымның бір 2%-ін ғана айттым сіздерге. Бағасы достар не бәрі 50 000 теңге. Трейдингті сіз бұл жерден сізге басқа курс алып негізі керек емес. Осы мысалы 50 000 теңгеге сіз аласыз. Басынан соңына дейін оқитын болсаңыз, сізге вообще негізі курс алып қажет болмай қалады. Себебі курста айтылатын, даже айтылмайтын информациялардың барлығы осы менің курсымның видео сабақтарымның ішінде бар достар. Бағасы өте қолжетімді. Егер қызығып алам десеңіздер, қазір астына менің WhatsApp-ымды, Telegram-ды қалдырып кетем, сол жерге жазасыздар. Просто өздеріңіз көріңіздер, нарықта қазір курстардың өзі 300-400 миллиондарға дейін барады.
ол жерде айтылатын информация мен менде айтылатын информация даже менде өте жаңағыдай тереңірек деп айтсам да болады достар. Осымен достар, менің 1 сағат бойы түсірген сіздерге трейдингті нөлден бастап видеосы аяқталды. Ұнаса достар, давайте осы видеоны, прям қаншама еңбек бар, монтаж, әдемі локация. Сондықтан осы видеоны поделитсамен өздеріңіздің таныстарыңызға, трейдингке қызып жүрген адамдарыңызға жіберіп қойыңыздар. Каналға подписаться етіңіздер. Астына мен телеграм-канал тұрады. Сол жерге өтіңіздер. Ал регистрация жаңағыдай видеоларды мен сіздерге тегін тоже беремін. Ол қызық болатын болса, тоже маған жазыңыздар, каналыма өтіңіздер. Мына видеоны лайк, максимально өтінемін сіздерден репост жасаңыздар. Себебі 1 сағат бойы трейдингті түсіндіретін видео Қазақстанда осы жалғыз ғана видео достар. Барлықтарыңызға рахмет.